Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шопер сумка менен ойыншық салатын дорба тігеміз. Мынандай джинсовый жилеткадан шопер сумка өлшеп тігеміз. Мен алдын өлшеп қырқып аламын. Барынша мол қылып өлшедім, үлкендеу болсын деп. Екі қалтасын алмаймын, екі қалтасы қалады. Әдемі болады. Қолын қырқып алдық. Енді артын өлшеп қырқып аламыз. Өлшемдерін қазір ұмытып тұрмын, қаншадан өлшегенімді. Бір жилеткадан бір сумка шығады. Ескіріп қалған джинсовый шалбарлар болса, шалбардан да бір шопер сумка шығаруға болады. Шалбардан кішкене өлшемі кішірек болады шығар. Мынау жилетканың өлшемі кеңдеу болды. Мен өлшеп алдық. Балаларын дайындадық. Алдының ортасын қосып тіктім. Үстінен тағы басып тіктім. Үстіне жатық болсын деп. Әдемі болады. Турасында қоңыр жымы болмады. Үйдегі бар сары жіппен тіге салдым. Жымы емес. Енді асты үстін қосып тігеміз. Табанына қалыңдап ештеңе салмадым. 5 сантиметрдей өлшеп алып тіктім. Табанына қалың болу үшін тоже бірдеңе салып тігуге болады. Оған мен олай істемедім. Осылай тіге салдым. Тігісті өзім жақсы көремін. Қалған құтқа маталардан осында бір танысым бар, сол тігінші кісі. Содан осылай қалған құтқа маталарын әкелем. Содан әртүрлі покрывал, көп пешелер, сондай құрақ сияқты қылып құрап, сондайлар тігемін. Біраз жұмыстарым бар еді, біреуін ғана көрсетіп кетейін. Басқа жұмыстарым сөйлетін таба алмадым. Осындай сияқты құрақтар құрап, өзім тіге берем. Өзіме қатты ұнайды. Әрине уақытты көп алады. Өзіме ұнайтын болғаннан кейін маған қызық, әдемі шығады. Мен табанын қырқып тастап, алдерлогым жоқ, жай зигзагпен жүргізіп өттім. Қайтарадан сөгіліп кетпесін деп.
төрт жерінен төрт бұрыштап тігем, бұл нық тұрсын деп. Төрт жерінен тігіп аламыз. Екі қайтарадан тіктім. Міне шоппер сумкамыз дайын. Астына оламызды кете береміз. Оның сумкамыз дайын. Өзіме әдемі шықты. Келесі кезекте енді жаңа ойыншық салатын дорбамызды тігеміз. Мынау пальто, бұнтта сіңлімдікі. Арқасының спинкасын қолны сол ұзындығымен өлшеп кесіп алдым. Бетіне мынандай үйшік тігемін. Ютубтан көргенмін. Мұнда шоппер сумкаға тіккен, осылай мен жаңа дорбаға тігіп көремін. Бірінші рет тігейін деп тұрмын. Сумканы да бірінші рет тіктім, дорбаны да бірінші рет тігіп көреміз осылай. Өте майда жұмыс, уақытты көп алады. Әдемі шығады. Зигзагпен тіктім. Негізі арнайы тігетін лапкалар болады. Менде ондай лапкам жоқ. Сол зигзагпен тіктім. Кішкене қиындау, но болады тігуге. Осылай бәрін зигзагпен жүргізіп алдым. Видео қандай мата бар, сол майда-шүйде матаның бәрін қолдана беруге болады. Мынандай үйшіктер әдемі шығып жатыр. Мынандай артық жіптерін бәрін кесіп тастаймыз. Мынаны былай жалғадым. Үйлер кішкене сәйкес келмей қалды. Ештеңе етпесін, былай жалғап қойдым. Мен мына жерден тоже мынандай су жүргізем, чтобы жақсылап ұстап тұрсын деп. Мінекей қосып тіктім, су жүргіздім, жеңсігден жүргіздім. Енді табанын домалақтап шеңбер сызып алып, табанын қосып тігеміз. Астына мата қосып тіктім, тротуар сияқты алып, кішкене қаттылау болсын деп. Сосын табаны міне қиық-қиық маталарды тоже кішкене қалыңдатып қосып тіктім. Мынаның табанына домалақтап қосып тігеміз. Міне табанын тігіп болдық, айналдыра қосып тігіп, сосын сыртынан косая бейкамен айналдырып өттім. Сонымен болды. Мінекей достар, менің қалтам дайын. Бұл ойыншық салатын дорба болады. Мынандай екі ұстайтынымен. Осындай болды. Мінекей мына бұрынғы ескі ойыншық салатынымыз жыртылып кеткен былай.
тозып қалды, жыртылып. Жақтарын бәрі жыртылып кеткен. Енді мынау жаңа ойыншық салатынға саламыз. Салыңдар. Сал ойыншықты. Салау. Салады ма? Салады, иә. Салады. Мінекей мен екі көмекшім. Үлкенім Аяру, 4-ке келеді. Кішкентайым Меруерт. 2-ге келеміз. Құдай қаласа. Екеуі көмектесіп жатыр маған. Міне достар, осындай ойыншық салатын дорба дайын болды. Арасында ойыншықтарды сорттаймыз әлі. Далаға құмға ойнайтын ойыншықтарды шығарамыз. Кейбір сынған ойыншықтарды босатамыз. Сонда тура сияды деп ойлаймыз. Достар, бүгінгі түсіріліміміз осымен тәмам. Назарларыңызға үлкен рахмет. Шопер сумкаменен ойыншық салатын дорбамыз әрең дегенде бітірдім. Бір күндік, 2 күндік жұмыс емес. Біраз қаншама 2 ай может өткен шығар әйтеуір. Арасында қонаққа барамыз, бала шағаммен әйтеуір әрең дегенде бітірдім. Сол, барлықтарыңызға сау саламатта болыңыздар, сәттілік тілеймін. Каналыма ұнап жатса тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, өте қуанышты боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.